Сәлеметсіздер ме балалар? Мен Семей колледжінің математика пәнінің оқытушысы Тургалиева Мадина Олибековна. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тригонометриялық функцияның туындысы. Сабағымыздың мақсаты тригонометриялық функциялардың туындысын табу формулаларымен танысасыздар. Және қарапайым тригонометриялық функциялардан туынды тауып үйренесіздер. Бағалау критерийлері. Функцияның туындысын табу ережесін қолданасыздар. Тригонометриялық функциялардың туындысын табу үшін формуласын пайдалана аласыздар. Тригонометриялық функциялардың түрлерінің туындысын ажыратасыздар және қорытынды жасауды үйренесіздер. Балалар, білесіздер, негізгі 4 тригонометриялық функция бар. Синус x, косинус x, тангенс x және котангенс x. Осы 4 тригонометриялық функциялардың туындыларын табу үшін осы тригонометриялық функциялардың формулаларын пайдаланамыз. Ең бірінші синус альфа функциясын қарастырайық. Аргумент x-ке дельта x өсімше берейік. Сонда функция аргументтің өсімшесіне сәйкес өсімше алады. Яғни y қосылған дельта y тең болады синус x қосылған дельта x. Дельта y тең болады синус x қосылған дельта x азайтылған синус x. Яғни синустардың айырмасының формуласын пайдаланамыз. Сонда тең болады косинус x қосылған дельта x бөлінген 2 шығады. Енді функция өсімшесін аргумент өсімшесіне бөлеміз. Сонда дельта y-тің дельта x-ке қатынасы тең болады 2 көбейтілген синус дельта x бөлінген 2-нің дельта x-ке қатынасы көбейтілген косинус x қосылған дельта x бөлінген 2. Соңғы теңдіктен аргумент өсімшесі дельта x нөлге ұмтылғандағы шекке көшсек, онда y штрих тең болады 1 көбейтілген косинус x тең косинус x-ті аламыз. Себебі дельта x нөлге ұмтылғанда синус дельта x бөлінген 2-нің дельта x бөлінген 2-ге қатынасы 1-ді береді. Ал дельта x нөлге ұмтылған жағдайында косинус x қосылған дельта x бөлінген 2 тең болады косинус x-ті аламыз. Демек, синус x функциясының туындысы косинус x-қа тең екен. Дәл осы әдісті пайдалана отырып, косинус x-ті да табуға болады. Косинус x тең болады синус пи бөлінген 2 қосқан x формуласын және күрделі функцияның туындысын табу формуласын қолданып, мынаны аламыз. Y штрихтен болады косинус x-тің туындысы көбейтілген синус пи бөлінген 2 қосқан x-тің туындысы тең болады ми ықшамдайтын болсақ минус синус x-қа тең. Демек, косинус x-тің туындысы минус синус x-ті аламыз. Енді тангенс пен котангенс функцияларының туындыларын қарастырайық. Котангенс x-тен косинус x-тің синус x-қа қатынасы екені белгілі. Демек, туындыны табу ережесінің 3-ші ережесін пайдаланып, мынаны аламыз. Котангенс x-тің туындысы тең болады косинус x-тің синус x-қа қатынасының туындысы. Ары қарай формулаға қойып ықшамдайтын болсақ, сонда котангенс x-тің туындысы минус 1 бөлінген синус квадрат x-қа тең екен. Дәл осы әдіспен тангенс функциясының туындысын есептейтін болсақ, тангенс x-тің туындысы 1 бөлінген косинус квадрат x. Сонда, балалар, тригонометриялық функциялардың туындыларын табу формулалары мынадай екен. Синус x-тің туындысы косинус x, косинус x-тің туындысы минус синус x, тангенс x-тің туындысы
1 бөлінген косинус квадрат x, котангенс x-тің туындысы минус 1 бөлінген синус квадрат x-ті береді екен. Балалар, енді мысал келтірейік. Бірінші мысалды қараңыздар. fx-тен x квадрат қосылған синус x функциясының туындысын табайық. Сонда y-тен fx функциясы дифференциалданатын екі функцияның қосындысын береді. f' тен болады x квадрат қосылған синус x-тің туындысы. Тен болады x квадраттың туындысы қосылған синус x-тің туындысы. Тен болады x квадраттың туындысы 2x-қа тең қосу синус x-тің туындысы косинус x. Екінші мысал. fx тен болады x-тің кубы көбейтілген косинус x функциясының туындысын табайық. y-тен fx функциясы дифференциалданатын екі функцияның көбейтіндісін береді. Яғни f' тен болады x-тің кубы көбейтілген косинус x-тің туындысы. Тен болады x кубтың туындысы көбейтілген косинус x қосылған x куб көбейтілген косинус x-тің туындысы. Ары қарай ықшамдайтын болсақ есепті, сонда жауабы x квадрат көбейтілген жақшаның ішінде 3 косинус x азайтылған x синус x-ті аламыз. Балалар, енді бір мысалды сіздерге тақтаға шығарып көрсетейін. f(x) тен болады синус x-тің x-ке қатынасы. Осы функцияның туындысын табайық. Яғни туындысын тапқанымыз f'(x) тен болады. Функциямызды жазамыз. Синус x-тің x-ке қатынасының туындысы. Балалар, қараңыздар. U бөлінген v' бөлшектің туындысының формуласын пайдаланамыз. Бөлімінің квадраты x квадрат алымында синус x-тің туындысы көбейтем x-қа азайтылған синус x көбейтілген x-тің туындысы. Ары қарай есептесек, бөлшектің бөлімін өзгеріссіз қалдырамыз. X квадрат синус x-тің туындысы косинус x-ті береді, көбейтілген x азайтылған синус x көбейтілген x-тің туындысы 1. Ары қарай ықшамдап жазамыз енді. X-тің квадратын жазамыз бөлшектің бөліміне. Алымында x косинус x азайтылған 1-ді синус x-қа көбейтілетін болса, синус x шығады. Сонда жауабы f'(x) тен болады. Бөлшектің бөліміне x-тің квадраты алымында x косинус x азайтылған синус x-ті береді. Балалар, енді осы формулаларды қолдана отырып, оқулықтағы мына есепті өз еріктеріңізбен шығаруларыңызға болады. Назарларыңызға рахмет.